Қан қоюланудың 5 белгісі. Сәлеметсіздер, мен есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог диагност дәрігер. Бірінші белгі бас ауруы, себепсізден бас ауыра береді. Екінші белгі аяқ қолдың ұюы. Үшінші белгі ауыздың құрғауы. Төртінші белгі көкірек тұсының шаншуы. Және соңғы бесінші белгі ол қан қысымының жоғарылауы. Қанның қоюлығын қалай сұйылтуға болады? Бірінші, дәрімен сұйылтуға болады, немесе табиғи дәрісіз жолмен сұйылтуға болады. Дәрісіз жолмен сұйылтудың негізгі көбірек сұйықтық ішу, су ішу, таза су ішу, сұйықтық ішу, дұрыс тамақтануды реттеп алу керек. Және үшінші, ол физикалық жүктеме, яғни спортпен айналысу, физикалық жаттығулар жасау арқылы қанды сұйылтуға болады, яғни гиподинамияны азайту арқылы. Енді дәрімен емдеу, қалай дәрімен емдейміз? Дәрімен әрбір науқасқа, әрбір адамға жеке индивидуальный препараттар тағайындау арқылы дәрімен емдейміз. Егер сізде жоғарыдағы белгілердің бірі болатын болса, міндетті түрде кардиологтың консультациясына жазылыңыз. Немесе менің консультацияма келіңіз, маған хабарласыңыздар, онлайн немесе офлайн консультацияға жазылыңыздар. Ақпаратым пайдалы болса, лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар.